Сәлем балалар, бүгін 41-ші сабақ, бүгін 7 санын қосу және азайтуды үйренеміз. Бірінші тапсырма, сурет бойынша неше сөзін пайдаланып сұрақтар құрастыр дейді. Мінекей суретке мұқият қарайық. Енді суретте неше адам бар? Бірінші сұрақ, суретте неше адам бар? Санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жауабы 10. Суретте 10 адам бар. Келесі, скамейка деген қазақша қалай еді? Орындық деп алайықшы. Орындықта неше адам отыр? 1, 2, 3, 4. Орындықта 4 адам отыр. Орындықтың артында неше адам тұр? 1, 2, 3. Орындықтың артында 3 адам тұр. Суретке неше кісі суретке түсіріп жатыр? Жауабы 1. Мына кісі ғана, бір ғана кісі суретке түсіріп жатыр. Тағы қандай сұрақ қойсақ болады? Мына екеуі келе жатыр ма? Тағы да мысалы, мына жерде 1, 2 суретке, былай айтайық, суретке барлығы неше адам суретке түсіп жатыр? Жауабы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 кісі суретке түсіп жатыр. Осындай сияқты сұрақ қойсаңыздар болады. Келесі 7 сан мен мысалдардың қалай құрастырылғанына қара. 1 қосу 7, 7 қосу 1. Енді мына суретке қарайық. Суретте бізде ұл және қыздарды көрсеткен екен. Бірінші қатарға қарайық. Бірінші қатарда бір ұл бар, қыздан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 екен. Демек, мына бір оқушыға, оқушы деп алайықшы. 7 оқушыны қоссақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Қанша болады? Мына 1 қосу 7 қанша? Мынау 7, 1, 8. Барлығы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 болады. Демек, 1 қосу 7, 8-ге тең. Немесе 7 қосу 1 дейді. Мына 7 оқушыға 1 оқушыны қосса қанша болады? 8 болады олда. Келесі 2 қосу 7. Мына 2 оқушыға, мына 7 оқушыны қосса қанша болады? Санайықшы қаны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 болады. Демек 2 қосу 7 9-ға тең. Ал 7 қосу 2. Мына 7 оқушыға, мына 2 оқушыны қосса қаншаға тең? Ол да 9-ға тең болады. Келесі 3 қосу 7. Мына 3 оқушыға, мына 7 оқушыны қосса қанша? Кәне санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 болады екен. Демек 3 қосу 7 10-ға тең. 7 қосу 3. Мына 7 оқушыға, мына 3 оқушыны қоссақ та бізде 10-ға тең. Келесі 8 азайту 7. Мына жерде барлығы 8 оқушы. Оның мына 7-ін алып тастаса қанша қалады? 1 қалады. Демек 8 азайту 7 1-ге тең. Келесі барлығы 9 оқушы. Оның мына 7-ін алып тастаса қанша қалады? 2 қалады. Демек 9 азайту 7 2-ге тең. Келесі 10 азайту 7. Мына жерде барлығы 10 оқушы. Оның мына 7-ін алып тастаса қанша қалады? 3 қалады. Демек 10 азайту 7 3-ге тең. Келесі өзіндік жұмыс. Сандардың құрамын айт. Азайтуға мысалдар құрастыр. Сандардың құрамы 8 санның құрамы 7 мен 1 болады. Бос орынға 1 деген санды қоямыз. Себебі 7 мен 1-дің қосындысы 8-ге тең. Келесі енді азайтуға мысалдар құрастыратын болсақ, 8 азайту 7 1-ге тең, 8 азайту 1 7-ге тең. Келесі 9 санның құрамы 7, мына бос орынға 2 деген санды қоясыздар. Себебі 7 мен 2-ның қосындысы 9-ға тең. Азайтуға мысалдар 9 азайту 2 тең 7-ге, 9 азайту 7 тең 2-ге. Келесі 10 санның құрамы 7, мына жерде 3 болады. Себебі 7 мен 3-тің қосындысы 10-ға тең. Азайтуға мысалдар 10 азайту 7 3-ге тең, 10 азайту 3 7-ге тең. Екінші тапсырманы осылай орындаймыз. Келесі естеріңе сақтаңыздар. 10 санның құрамы 7 мен 3, 3 пен 7.
9 санының құрамы 7 мен 2, 2 мен 7, 8 санының құрамы 7 мен 1, 1 мен 7. Осыны ұмытпаңыздар. Келесі, үшінші есеп математика күнделікті өмірде. Мына суретте қанша сурет бар? Қарайықшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 екен, я? Енді тапсырма қарайық. Сандарды 7-ге арттыр. Демек, мына тұрған санға біз 7-ні қосуымыз керек. Ендеше, бірінші 2 тұр. 2 қосу 7, 9-ға тең. 1 қосу 7, 8-ге тең. 0 қосу 7, 7-ге тең. 3 қосу 7, 10-ға тең. Келесі сандарды 7-ге кеміт, яғни мұна тұрған сандардан біз 7-ні азайтамыз. Сонда 9 азайту 7, 2-ге тең. 10-нан 7-ні алсақ 3 болады. 7-ден 7-ні алсақ 0 болады. Кез келген санды өзінен азайтсақ 0 шығады. Және 8 азайту 7, 1-ге тең. Үшінші есепті осылай шығарамыз. Келесі төртінші есеп. Әр ыдысты толтыру үшін қанша литр су құю керек дейді. Мына жерде бізде мына тұрған ыдыс 10 литрлік екен. 10 литрлік ыдыс. Оның ішінде мына көкпен белгіленіп тұр, тек қана 2 литр су бар. Енді мына жер бос. Бізде 10 литр су болу үшін біз тағы да қанша литр су құюымыз керек? Оны табу үшін мына 10 литрден 2 литрді азайтамыз. 10 литрден 2 литрді азайтса қанша болады? 10 азайту 2 қанша? 10 азайту 2 8-ге тең. Яғни 8 литр шығады. Сонда мына 2 литр суға тағы да 8 литр суды құйсақ, біздің мынау бөтелкеміз толады, 10 литр болады екен. Келесі, берілген бізде барлығы 10 литрлік бутылка, оның 5 литрінде су бар, мына жерде белгілеп тұр, 5 литр су бар. Енді мына жерге тағы да біз қанша литр су құюымыз керек? Оны табу үшін біз 10 литрден 5 литрді азайтамыз. Оннан 5 азайтса қанша болады? 5 болады. 5 литр болады жауабы. Сонда мына 5 литр суға тағы да біз 5 литр суды құйсақ, бөтелкеміз толып 10 литр су шығады. Келесі бізде берілген 7 литр. 7 литр бутылка. Оның 2 литрінде су бар. Мінеке, мына 2 литрде су бар. Енді біз тағы да қанша литр су құюымыз керек? Оны табу үшін мына 7 литрден 2 литрді азайтамыз. Сонда 5 литр шығады. Яғни мына 2 литр суға тағы да біз 5 литр су құйсақ, 7 литр су шығады. Келесі 7 литр су, бөтелке, оның 5 литрі суға толып тұр. Мына жерде біз қанша литр құюымыз керек? Оны табу үшін 7 литрден 5 литрді азайтамыз. 7-ден 5 азайтса қанша? 2 қалады, 2 литр. Яғни мына 5 литрге біз тағы да 2 литр су құйсақ, бөтелке толып 7 литр болады. Мінеке, осылай орындаймыз тапсырманы. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, маған қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Рахмет.